Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Шерзат Болаттың әкесі қамауға алынды. Алматы облысының Азат ауылындағы Нұрғанат Ғайыбаевтың жерлеу рәсімінде Шерзат Болаттың әкесі полицияға ұсталып әкетілді деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Шерзаттың әкесі Қармаубай Нұрымов жүк көлігінің үстіне шығып, өзін-өзі өлтіретінін айтып қорқытқан. Облыстық полиция департаменті оның қоғамдық тәртіппенен айналысқандығы, оның ішіндегі кәмелетке толмаған балалар қауіпсіздігіне қауіп төндіргені алға тартты. Азамат Н. Прокуратура азаматтылықты сақтау туралы түсініктемелерді есепке алып, өзін өте агрессивті ұстай бастады. Айналасындағы қауіп төндірді. Суицид жасаймын деп қорқытты. Сондай-ақ полиция қызметкеріне пышақпен шабуыл жасады. Оның мінез-құлқы өзіне де айналасындағыларға да қауіп төндіреді. Азаматына жағдайына алаңдаған туыстары менен адвокаттардың өкініші бойынша оны өмірі менен айналасындағыларға өміріне зиян келмеу мақсатында полиция қызметкерлері оны ұстау үшін шаралар қабылдады делінген мәліметте. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.